11164 мастер спорт екен. Сонда СССР бойынша мастер спорттар беріледі ғой. Ана он бесінші биттен, жыл. мына биттен деп. Қазір СССР бойынша сонда 11164 мастер спорт екен. Мен куәлігі әзірде тұрып тұр менде. Маған берген значогының артында жазып отырыпты ол зат. Москваның монетный дворында істетілген. Бұл жаққа Өзбекстанға жіберілген. Өзбекстанда сборный команданы дізіп қойып, Өзбекстан сөйтіп, мені ортаға шақырып, көкірегіме тағып, рахметін айтып, сөйтіп тапсырып еді уақытында. 75-ші жыл май айында берген маған рахмет. 56 солардың бәрін суретке түсіріп. 19. Мен мына 19 жасында алған. Яқты болсын. Құрметті мына ағалар, біздердің мына енді неміздің ішінде біздің 9 шөмішті лабақ ұрпақтарының ішінде 75-ші жылы кандидат мастер спорт Советский Союз бойынша алған ағамыз лабақтың ішінен шыққан азамат. Енді мен кеше осы мына айттым ғой жаңа жолда келе жатқанда Жанғабыл деген азамат сұрап жатыр да 17 жасында екен ол. Атасы алып кетіп, содан осы Бұқараға кетейін деп жатыр деп. Ол да чемпион болған 17 жасында. Енді сол бала сұрақ қойды да, осы біздің лабақтың ішінде осындай мастер спорттары бар ма толықтырғанда, ертең үлкен әлемдік жарысқа кететін кезде осы даладан емес өзіміздің атамыздың ұрпағынан шыққан ағаларымыз болса батасын алсақ деп. Енді Құда қаласа Жанғабылжан, ақтөбеліктер құрметті, Мартөктен шығып отырған мына арқасы жер ескемеген палуан інілерім, не алдыңызда Құда қаласа сіздермен байланыста болады. Ағамның сіздерге телефонын берем. Одан кейін тағы бір осы біздердің мақтанышымыз, Тоғызарыс лабақтың мақтанышы болған Меруерт деген, Меруерт қояды. Меруерт Назарбаевна деген, яғни оңтүстік Қазақстан Балташқызы жақында шыққан. Түлкібас, Шымкент облысы Түлкібаста тұрады. Түркістан қарайтын жағы ол жер. Осы жерде бір қарындасыңыз бар аға. Ол да чемпион болған, чемпион Азия болған. Енді үлкен нелерге өте үлкен 70 килограмда күресем дейді. Өте мықты қарындасым, мақтанышымыз біздің. Сол үшін құрметті ағайындар, біздердің лабақтың әулеттерінен осындай спорт саласына қызмет, мемлекеттің байрағын көтеріп тұрса әлемде, лабақтың бір боласы. Ол бәрімізге азық болады. Сол үшін құрметті ағайындар, Ерсайын аға, Асан аға, Нұрсұлтан аға, осы балдардың іліміне, балдардың жақсылығына қызмет жасауымыз керек, құрметті ағайындар. Одан кейін тағы бір таныстырып кететін азамат, мына Қарақалпақстанда Сәлмен Ишан дейтін үлкен мешіт бар, бәрін білесіңдер. Осы Сәлмен Ишанның атамыздың мешітінің хатып имамы Теңел деген міне ініміз отыр. Өзіміздің лабақтың бұл да бір мақтанышы, дін саласында қызмет етіп жүрген, адал қызмет етіп жүрген інілеріміздің бірі. Ерсайын Теңел деген інілеріміз, Құда қаласа. Алла осы балдардың өмір жастарын ұзақ етсін. Мұстая, сіз сияқты экономика саласына қызмет ететін, сіздің де алдыңызға келіп, экономика саласында биікке шығатын балдарымыз сіздің батаңызды алсын, сіздің алдыңыздағы ағаларымыздың батасын алсын, Құда қаласа. Біздер сол тірлерге қызмет қылып, осы лабақтың балдарын шығаруға әрекет қылуымыз керек. Жоғарыға қарай талпыныс қылып, соларға әмме жәрдем беруіміз керек, жабылып отыр. Осы балдар шықса, біздердің Құда қаласа аруағымыз, ата-бабамыздың аруағы риза болады, тірілер hem қуанып жүреді. Сол үшін мына отырысымыз бір жүдә қайырлы отырыс болды. Мұрат аға, біздермен алтын уақытыңызды бөліп, кеше Қоңыратқа барып, бүгіннен өкістеп, жиынға қатынасып, Қожелдегі жиынға қатынасып, Ерсайын аға, сіздерге Алла разы болсын. Қазақстандық бауырларыңыздан Алла сіздерге жалынды сәлем болсын. Алдымызда аман жүргейсіздер. Құдай тағала лаба ағайындар осы
Каралпакка кыдырып келсек, ауылдастардың, ағайындардың тойларына, жақсы күндеріне келулерін несіп етсін. Әмшаға сізге денсаулық бергей, жақсылықтан жақсылыққа жетсе екен. Сіз үлкен Дамулланың, Ақназар атамның перзентісіз, халыққа қызмет қылды ғой. Алла разы болсын. Теміржол саласы бойынша ақыл кеңес сұрайтын болсам, Нұрсұлтан ағам бар, сол саладан өзі зейнеткерлікке шыққан. Сізге экономика саласында, технологияда ақыл кеңес